Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алдарыңызда Айнұр Артықбай қызы. Бүгінгі тақырып бүкіл проблемаларға арналған тақырып болады. Оның ішінде қандай проблемалар? Біздің өмірімізде кездесетін проблемалардың барлығы. Оның ішінде Алладан перзент сұрау, одан кейін құмар ойын, азарт дейді. Қазір маған осындай тақырыптар өте көп келіп жатыр. Арақ ішу, күйеулер арақ ішіп кетеді, қарызға батып кетеді, кредит, займ, одан кейін жұмысқа тұра алмау, қыздар тұрмысқа шыға алмау, және де үйде береке болмау, ұрыс керіс үнемі болып жатады. Одан кейін ақыреттік бақыт. Яғни бұл өмірде біз ақыретімізді ойлауымыз керек. Бұған қазір кешірек тоқталатын боламыз. Жалпы осы бүкіл проблемалардың барлығына тек бір ғана истихфар салауаттың өзі жеткілікті. Егер де сіз истихфар салауатты шын жүрекпен айтатын болсаңыз, Алланың разылығы үшін айтатын болсаңыз, ол кезде бүкіл мына мен атап шыққан проблемалар, одан бөлек тағысын тағы басқа қайғы, қасірет деген проблемалар жетеді. Өзінің жақсы көретін адамыңды жоғалту оңай емес. Сондықтан бүкіл проблемалардың барлығын жинап, бұлып түйіп маған сұрақтар келіп жатады. Мен тұрмысқа шыға алмай жатырмын, не істесем болады? Истихфар салауат жіберем. Бала көтере алмай жатырмын, истихфар салауат жіберем. WhatsApp-тан жіберемін, и жаңағы дұғаларды жіберем, содан кейін намаздар бар, нәпіл намаз, соны жіберем. Үйге береке болмау, темекі шегіп жатыр, күйеуім не істейміз? Истихфар салауатты айтып жүріп, темекісін тастап кеткендер де бар. Маған әйелдер қуанып жазып жатады. Истихфар салауатты тоқтамай айтып жүріп, күйеуі темекісін тастап кеткен. Намазға келген күйеуі. Жалпы бүкіл проблемалардың барлығына истихфар салауаттың өзі кәдімгідей сіздің проблемаларыңыздың барлығын Аллах Тағала жайпап, тегістеп, орындап береді. Егер де біз истихфар салауатты тоқтатпасақ. Адамдар ойлайды да, истихфар салауатты айтып жүріп, тек мынандай проблемам бола ма, жабыла ма деген сияқты. Егер де мысалы мен жұмысқа тұра алмай жатырмын, мен истихфар салауат айтсам бола ма дейді. Иә, болады. Истихфар мен салауатты тек қана бір ғана проблемада айтуға болмайды. Барлық адамның өмірінде бүкіл проблемалар бар ғой. Соның барлығына осы истихфар салауат айтсақ болады. Мен не үшін бұл видеоны түсіріп жатырмын? Себебі осындай сұрақтар көп келеді да маған. Мынандай проблемада истихфар салауат айтсам бола ма? Мынандай проблемада истихфар салауат айтсам бола ма? Жалпы барлығын алатын болсақ, барлығы проблема болып келеді бізде. Әр адамның өмірі әртүрлі, тағдыры әртүрлі. Дегенмен мен дәл қазір үйде отырып, мен үйде отырмын, жұмыс жасамаймын, блогермін қазіргі таңда. Үйде отырып халықтың жағдайын біліп отырмын мен. Қалай? Өйткені WhatsApp-та маған барлығы жекеме шығады. Одан кейін проблемаларын айтады. Барлығының проблемасы қарыз, кредит. 100% бүкіл маған жазып жатқан адам барлығының 100% қарыз, кредит. Барлығында қарыз, кредит, займ. Ойын, азарт ойын, қарыз, кредит, күйеулер ұрады, ішеді, жұмыс істемейді, бала-шағаларын бақпайды. Немесе әйелдері ажырасып кеткен, бірақ күйеулерімен қосыла алмайды. Ажырасып кеткеннен кейін күйеуі вообще черный списокке тығып тастаған, болды, соны аңсап жүреді. Бірақ соны дер кезінде, сол кезде ойлану керек та негізінде. Ажырасып кеткеннен кейін байым ұратын еді, соғатын еді, бірақ қосыла алмай жүрмін күйеуімен деп жазатын әйелдер де бар. Бәрібір бауыр басу деген бар ғой, бәрібір күйеуіңді іздеп тұрасың. Оның орны бөлек қандай адам болса да. Осындай проблемалар келеді. Перзент көтере алмау проблемалар келеді. Енді тағысын тағы алданып кетіп жатады. Қазір бүкіл проблемалардың барлығын мен үйде отырып біліп отырмын қазір. Осы интернеттің арқасында. Әуелі Алла барлығына себепкер болып жатқан, барлығын маған жіберіп жатқан, себепкер болып жатқан осы интернет. Сіздер де осы интернет арқылы мені көріп отырсыздар. Жалпы бүкіл осы проблемалардың барлығына истихфар салауат айтсақ болады екен. Яғни истихфар дегеніміз не? Истихфар деген Алладан кешірім сұрау. Яғни астағфируллах ва атубу илайх.
Аллах тағала мені кешіре көр, мен саған тәубе етемін. Не үшін? Күнәларымыз үшін тәубе етеміз. Біздің күнәміз көп. Өте көп күнәларымыз. Күнә жасамайтын адам жоқ. Соны осы жерде түсініп алайық. Истиғфар мен салауатты Алланың разылығы үшін қалай айтамыз? Истиғфар деген Алладан кешірім сұрау. Күнәларымыз үшін кешірім сұраймыз. Пәк адам бұл жерде жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ғана идеальный болған, ол кісі қазір жоқ. Бірақ біз сол кісінің артынан сүннеттерін орындаймыз, сүннет амалдарын. Енді истиғфар деген Алладан кешірім сұрау. Астағфируллах десеңіз, ол да жеткілікті. Мағынасы Аллах тағала мені кешіре көр. Ал егер астағфируллах ва тубу илайх дейтін болсаңыз, Аллах тағала мені кешіре көр, мен саған тәубе етем. Не үшін? Күнәларым үшін тәубе етем деген мағынаны білдіреді. Енді осы истиғфарды біз жүрекпен қалай айтамыз? Тілімізде арабшасы болады да, қазақша мағынасын іштен біріктіріп тұрамыз. Қалай ол? Астағфируллах ва тубу илайх. Арабша кетті ма тілмен? Жүректен Аллах тағала мені кешіре көр, мен саған тәубе етем. Күнәларым үшін. Деген автоматически екеуі біріктіріліп тұру керек. Кеше ғана мен бір орыс тілінде бір Өзбекстанның әйел азаматы деп ойлаймын енді, немесе Қарақалпақстан ба, орысша жазып жатыр. Хаттарында мен сториске салдым, тиктокқа салдым. Сол кісі жазып жатыр. Мен осы уақытқа дейін истиғфар салауат айтып жүрдім. И не үшін орындалмайды деп өзіме сұрақ қойып жүрдім дейді. Не үшін орындалмайды деп сұрақ қойып жүрдім. Негізінде сіздің видеоларыңызды көріп, Алланың қалауымен мен біріктіруді үйрендім дейді. Біріктіруді. Содан кейін барып менің уже жұмыстарым алға жүре бастады. Жұмысымда, үйде отырған едім. Бүкіл проблемалардың барлығын Аллах тағала шешіп бере бастады дейді. Осы жерде біз қателесеміз. Демек, истиғфарды айтып жатқан кезде, салауатқа қазір келеміз. Истиғфарды айтып жатқан кезде біз астағфируллах ва тубу илайх дейміз да, Аллах тағала мен саған 1000 истиғфар айтам, сен маған осы дұға тілегімді қабыл ете көр. И ренжиміз ішінен. Мен 14 000, 25 000, 45 000 рет истиғфар айттым, бірақ дұға тілегім қабыл болмай жатыр деп ренжиміз. Еще Аллаға ренжиміз. Дұрыс емес, бірақ мен Аллаға ренжідім деп хаттар да келіп жатады. Не үшін? Сіздер ойламаңыздар, олар күпірлік деп. Жоқ, ол адам түсінбеген. Содан кейін мен видеоларымды көріп түсінетті, бүйту керек екен ғой. Осы уақытқа дейін мен осылай істеген екен ғой, енді бұлай істеймін деп түсініп келіп жатады. Адамның бір поступкін көріп, жек көру ол дұрыс емес. Ол адамның теріс қарау да дұрыс емес та. Енді демек, истиғфарды айтып тұрған кезде Алладан бірдеңені сұрап, бірдеңені меңзеп тұрмаймыз. Түсіндік қой, Алладан ештеңе сұрамаймыз, тек қана астағфируллах ва тубу илайх. Аллах тағала мені кешіре көр, мен саған тәубе етем күнәларым үшін. Астағфируллах ва тубу илайх, астағфируллах ва тубу илайх, астағфируллах ва тубу илайх. Аллах тағала мені кешіре көр, мен саған тәубе етем. Аллах тағала мені кешіре көр, мен саған тәубе етем күнәларым үшін. Үйіңіз қопарылып жатса да, қарыз кредитке батып, есін алдына милиция келіп тұрса да, еш нәрсені ойламай, тек қана истиғфарды айтқан кезде осылай айтуымыз керек. Салауатты да айтқан кезде, зікірлерді айтқан кезде осылай айтуымыз керек. Яғни іштен қазақша мағынасын біріктіріп тұруымыз керек. Әр тіл әртүрлі. Өзбектер, қырғыздар, Россия мысалға. Әр адам өзінің тілінде, мысалы, арабша бәрімізге бір ғой, бірақ қазақша мағынасын біз өзіміз түсініп алуымыз үшін, мысалы, мен қазақпын, альхамдулилля, арғынның қызымын. Мен астағфируллах ва тубу илайхтың қазақша мағынасын, Аллах тағала мені кешіре көр, мен саған тәубе етем күнәларым үшін деген мағынасын іштен біріктіріп айтып тұрмын. Түсінікті ғой, мен іштен біріктіріп айтып тұрмын соны. Болды. Егер сіз солай істесеңіз, сол жүзеге асады. Түсінесіз ба? Сіз егерде ойыңыз басқа болып, қазір маған осы истиғфарды айтсам бір нанға ақша таппай тұрмын дейтін болсаңыз, ол дұрыс емес. Алланың разылығы үшін деген сол жерде жойылып кетеді. Түсінесіз ба? Алланың разылығы үшін деген қандай сізге проблема келсе де сабыр қылып, Алланың разылығы үшін сабыр қылып, Аллам сенің разылығың үшін мен истиғфар айтамын дейсіз да, бірақ Аллаға сіздің миллион, триллион истиғфарыңыз дымға да қажеті жоқ. Керек емес.
Біз Аллаға мұқтажбыз. Түсіндік қой? Біз Аллах Тағалаға мұқтажбыз. Алла бізге мұқтаж емес. Біз соны истиғфар, салауатты, зікірді айтып соны дәлелдейміз Аллах Тағалаға. Түсіндік қой? Ал енді қараңыздар, мына жерде сұрақ болуы мүмкін. Мен Аллах Тағаладан біз не үшін сұрамауымыз керек? Біз сұрауымыз керек қой? Мен сұрағым келеді деген адамдарға дұға қылған кезде сұраңыз. Дұғаны қалай? Любое время дұға қыламыз. Әуел Аллаға мақтау. Я Рахман, Аллах Тағала мейірімді, Я Рахим, Аллах Тағала мейірімі шексіз. Соны 3 рет айтамыз. Я Рахман, Я Рахим, Я Рахман, Я Рахим, Я Рахман, Я Рахим. Одан кейін салауат айтамыз 3 рет. Аллахума солли аля сайдина Мухаммад ва аля али сайдина Мухаммад. Осыны 3 рет айтып, содан кейін барып Аллаға дұға қыламыз. Любое время шын жүректен шықса, әсіресе таң намаздардан кейін, немесе намаздардан кейін, немесе тахаджуд намаздан, немесе любое время шын жүректен шықса болды. Оған дәреттің де керегі жоқ. Арнайы дәрет алсаңыз вообще күшті. Уақыт, арнайы орын да керегі жоқ. Жүрекпен дұға қыласыз. Содан кейін 3 рет салауат айтасыз. Аллахума солли аля сайдина Мухаммад 3 рет айтып, содан кейін дұға қыласыз. Вот осы кезде дұғада бәрін сұрайсыз. Аллах Тағала, маған мынаны бере көр, маған ақыреттік бақытты бере көр, осы өмірде де бақыт бере көр, бала шағама, осы өмірден кеткен әруақтардың барлығына жәннат тілейсіз, өзіңізге жәннат тілейсіз. Дүниеге керек нәрсе, қарыз кредитінен құтыла көр, үй, машина, бала шағам бәрі аман болсын. Соның барлығын сіз қалай сұрағыңыз келеді, солай сұрайсыз. Сол кезде дұғаны иншалла періштелер алып кетеді. Егер де сіз дұғаны бірден Аллаға маған мынаны бер, мынаны бер, мынаны бер дейтін болсаңыз, ол дұғаңыз аспан мен жердің ортасына қалып кетеді. Сіз пока Аллаға мақтау, пайғамбарға салауат айтпағанша, үштен ол дұға тілек аспан мен жердің ортасында жүре береді. Ал истиғфар мен салауат айтқан кезде Алланың разылығы үшін айтуыңыз керек. Демек, ешнәрсе сұрамайсыз, тек қана истиғфарды айта бересің. Количество не имеет значения. 40 мың айтасыз ба, 100 мың айтасыз ба, миллион айтасыз ба, истиғфар салауат айту өз еркіңіз. Мәселе бұл жерде санда емес. Мәселе сіз көп айтқан сайын, соғұрлым сіздің дұға тілектеріңіз қабыл болады. 10000%. Одан кейін қатты қиналған кезде Алладан пана сұраңыздар. Бір қатты бір қиындық келіп тұр ғой. Аллах Тағала мені өзінің панаңа ала көрші. Мен всегда сөйтемін. Мен панаңа ала көрші. Дәрет те жоқ. Дәрет бар болсын, жоқ болсын, любой время айта бересің. Аллах Тағала, мен өзінің бір панаңа ала көрші. Мен саған сендім. Сенің панаңды сұрап тұрмын. Өзінің қамқорлығыңа, өзінің игілігіне, мейірімділігіне алшы мен. Сақташы осындай проблемадан деп мен дұға қыламын. Кәдімгідей Аллах Тағала өзінің панасына алады сол жерде сізді. Енді салауатқа келдік. Салауат деген Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға салауат айтамыз. Аллахума солли аля сайдина Мухаммад ва аля али сайдина Мухаммад. Мағынасы, Аллах Тағала Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға сен игілігімен сәлем берекетін болсын отбасына. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламды сіз өмір баянын білмегенше, ол кісінің кім, не үшін, неғып біз пайғамбарды айтамыз. Өмір баянын тыңдағыңыз келсе, Нұрсұлтан имам бар YouTube каналда. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмір баянын бірінші дәрістен бастап тыңдайсыз. Кетеді 80-нен асып кетеді, 100-ге дейін барады сабағы. Соны тыңдаңыз. Бізге ислам қалай келді? Адам алейхиссалам бастап айтып келе жатыр ол кісі. Егжей-тегжейлі түсіндіріп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмір баянын білмей, ол кісінің кім екенін білмей, сіз салауат жүректен шықпайды. Үштен сіз жақсы көруіңіз керек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Өмір баянын білуіңіз керек. Қалай қиналды ол кісі, қалай бізге жеткізді осы исламның барлығын. Қандай қиналған, бүкіл пайғамбарлардың барлығы, бүкіл сахабалардың барлығына, пайғамбарлардың ешқайсының алдына гүл төселген емес. Барлығы қиыншылықта болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үйінде 3 күннен 4 күннен тамақ, ыстық тамақтың иісі шықпаған. Бұл шықпаған. Қатарынан 3-4 күн нан жемеген күнінде болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бір құрбаны бір күнге жей аласыз ба? Біз соғысып кетеміз. Обязательно тамақ істейміз. Дастарханның барлығы тола бізде. Тамақ істемесек, үйде қант, анау-мынау тұрмаса, біз атылып кетеміз. Ой, соғысып төндіріп жібереміз. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, құрма берген. Бір штук құрманы жей аласыз ба сіз? Бір күнге? Жоқ. Біз ол кезде аштыққа жариялайтын едік. Бізге ислам
осы аштықпен, сабырлықпен, қиындықпен келген негізінде. Осыны ұмытпауымыз керек. Біз ғой қазір бір сөзбен айтқанда в раю жүрген, осы өмірдің райы да. Барлығы алдымызда бар. Не киеміз, шифоньерді ашпасаң киімдер тола. Жұмыс істеймін деген адамға жұмыс табылады. Нан табам деген адамға нан табылады. Сондықтан бұл өмірде мысалға ванна бар қазір. Ваннасы жоқ адамда мысалға ол уақытта газ да болмаған. Бір чайник ыстық суды ысытып аласыз да, мынандай шелекке разбавить етіп мұздай сумен. И бір ғұсыл алып аласыз. Үстіңізді сүріп аласыз шым-шым ыстық суға. Ауырмайсыз даже. Қазір бұл өмірде жағдай жасаймын, істеймін деген адамға бәрібір. Жұмыс істеймін деген адамға екі қолға бір жұмыс обязательно табылады. Жалқау болмасаңыз болды. Енді қараңыз, біз қандай өмірде сүріп жатырмыз қазір. Ал пайғамбарлар қалай өмір сүрген? Енді салауат айтқан кезінде осылардың барлығын біріктіріп айтуымыз керек та. Демек, жүрекпен Аллахума солли аля сайдина Мұхаммад ва аля али сайдина Мұхаммад десек, жүрекпен Аллах Тағала Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға сенің игілігімен сәлем берекетің болсын отбасына деп осылай біріктіріп айту керек. И ешнәрсені ойламайсыз, ешнәрсені сұрамайсыз Алладан, болды. Вот сол кезде ғана барып, ол салауатты 10 рет айтсаңыз да, ол жұмыс жасайды. Миллион мәрте айт, сен бір нәрсені сұрап, меңзеп Аллах Тағаладан, Аллаға бір одолжение істеп сұра, ол нәрсе қабыл болмайды ол. Сөйтеміз де ренжиміз. Мен истиғфар салауат айтып жатырмын, зікір айтып жатырмын, бірақ қабыл болмайды деп. Енді салауат пен истиғфардың осы жерде темасы жабылды. Зікір. Не ол зікір деген? Зікір деген Аллах Тағалаға мақтау. Алланың 99 көркем есімі де зікір. Барлығын айта берсеңіз болады. Субханалла, Аллах Тағала бүкіл кемшіліктен пәк. Аллаху акбар, Алла ұлы. Альхамдулилля, Аллаға шүкір. Ла иляха иллаллах, Алладан басқа тәңір жоқ. Ла иляха иллаллах, Мұхаммад Расулулла. Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланың сөйтіп құл әрі елшісі. Ла хауля ва ла қуата илля биллах. Алладан басқа күш құдірет жоқ деген мағынаны білдіреді. Ла иляха иллаллахул вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир. Нету Бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нету сотоварища. Ему принадлежит вся власть, ему хвала, и он все может. Маған айтады, орысша сөйлемеші, пожалуйста, дейді да. Тырсам десем де бәрібір жүректен шыққаннан кейін орысшам шығып кете береді, сол үшін ренжімеңіздерші маған. Біраз подписчиктерім үйренді, баста айтатын. Мен негізінде өзім үйде орысша өскен қызбын. Менің мамам татарка, Россиядан келген. Үйде ағаларым да әпшелерім де орысша сөйлейтін. Әкем қазақ. Әкем қайтыс болып кеткен мен 9 жасында. Содан кейін үйде орысша, қазақша, татарша да сөйлей беретінбіз. Оны жасыратын ештеңесі жоқ. Одан кейін мен мектепті қазақша бітіргенмен студент болған кезде орысша оқыдым. Орыстармен бірге жұмыс жасадым қыз кезімнен бастап. Сондықтан орысша тіл маған қазақ тілім сияқты да. Қалай айтсам болады, свободно. Егер мен жүрекпен айтып жатсам, орысшам шығып кете береді мен. И мен осыны бір қоя алмай қойдым. И менде жүрегімде тыныштық бар да. Мен орысшаны араластырмай сөйлемейін десем, жүректен шыққаннан кейін орысша шығып кете береді да. Мүмкін сіздерге ерсі көрінетін шығар да. Бірақ мен осыны бір тоқтатамай қойдым. Мен жүрегімде тыныштық не үшін? Себебі мен орысша сөйлеп, қазақша сөйлеп, арасында орысша сөйлеп қойып отқаным бұл күнә емес та, түсініңіз бе? Егер ол күнә болғанда мен басында мен вообще айтпайтын едім ол күнә нәрсені. Жоламайтын да едім. Күнә емес болғаннан кейін мен свободно қазақ тілінің арасына орысша тілді қосып жібере беремін да. И мен өзім Кореяда шет елде мен 5 жыл жүріп келдім. Мысалға. Өзге тілдерге мен ешқандай андай не қылмаймын. Маған наоборот қызық басқа тілмен сөйлеп, қызығы басқа тілдерге қызыққа маған ұнайды. Мен TikTok'ты да бастаған кезінде осы басқа әртүрлі тілмен, түркше, итальянский, французский, английский, португальский тілмен мен масканы переводтағым. Маған ұнайды.
мен өзім тем более өзім сондайға жақын едім. Шетелге барып неше түрлі ұлттармен сол жерде сөйлесіп жұмыс істегеннен кейін маған басқа тілмен жұмыс істеу развиваться екен маған ұнайды. Түсінесіз ба? Сіз егер осы Қазақстанда ғана жүретін болсаңыз, мен де баяғыда солай жүретінмін. Бірақ мен шетелде жүріп келгеннен кейін человек, оказывается, должен развиваться. Түсінесіз ба? Даму керек та. Басқа елдің менталитеттерін мен дінін айтып жатқан жоқпын. Дінім ислам. Жалғыз ғана хақ дін ислам. Бірақ басқа елдің менталитеттерін бүйтіп салысып келдім да мен. Ең таза халық ол қазақ екен. Біз ол жерде Кореяда Қытай, Вьетнам, Индус, Таиланд, кәрістердің өздері, американецтерді көрмедім. Неше түрлі Моңғолияның адамдары, енді көп Филиппин, енді барлық елдермен жұмыс істеп келдік сол жерде. Бірақ маған басқа солардың тілдері қызықты, менталитеттері, бірақ олармен өмір сүріп кетпеймін ғой мен. Просто білгеніміз дұрыс қой деймін да, негізінде бұл өмірде. Сол үшін менің орысша сөйлегеніме айып етпеңіздер, өтініш. Жүректен шыққан кезде обязательно шығып кетеді. Мен өз кішкентайымнан орысша сөйлегенді жақсы көремін. Сондай негізінде. И мен де өз қыздарым біледі, арасында әңгіме айтып, ауыз айтып отырған кезде обязательно орысша сөйлеймін де. Олар жақсы көріп тыңдайды да. Мысалы, Кореядағы қыздарым, егер де мені көріп жатсаңыздар, сіздерге үлкен рахмет, Алла разы болсын. Мен сіздерді қатты сағындым. Енді осы зікірлерді айтқан кезінде де іштен біріктіріп тұру керек. Мен мағыналармен бірге айтып жатырмын ғой қазір, сол мағыналарын іштен біріктіріп тұруымыз керек. Пока сіз сол мағынасын біріктірмей, Алладан ештеңе сұрамасаңыз, сол жұмыс жасайды. Алладан ештеңе сұрамаңыз. Истиғфар, салауат, зікірді айтқан кезде. Зікірді айтқан кезде не үшін біз қолданамыз? Мысалға, далаға шықтық, дала желіп отыр, қатты. Аллах ұлы. Алланың құдіреті шексіз. Алланың қалауымен болып жатыр сол нәрсенің барлығы. Аспан көк көмбек әдемі болып тұр, шарқырайды. Алла ұлы. Қолыңызда нан тұр, қаранан су ішіп отырсыз. Альхамдулилля, Аллаға шүкір. Бергеніңе шүкір. Жыртық носки тігіп отырсыз ба? Альхамдулилля, Аллаға шүкір. Ла иляха илlallah. Мысалы, біреудің біреу бір нәрсеге табынып жатқанын көресіз. Біреулер тәуіп-мәуіпке барып жатады. Тоғызқұмалақ бір нәрсеге кофе-мофе ашыласады. Соларды көресіз, мысалы телевизордан көресіз, біреу ақтырна деп қуып кеткендер бар. Соларды көресіз. Ла иляха илlallah. Алладан басқа тәңір жоқ. Зікірлерді Алланың тосын-тоз көркем есімін өмірде пайдалану деген осы. Түсінесіз ба? Енді Алланың тосын-тоз көркем есімінде пайдалансаңыз болады. Любой время Ай-Латиф. Аллах Тағала өте жұмсақ. Өте жұмсақ. Аллах Тағала өте мейірімді. Ар-Рахман, мейірімі шексіз. Аллах. Единый Бог дейді Аллах. Бір ғана жаратушы, бір ғана Құдай. Әлемдердің Раббысы бір ғана Алла. Енді осы видеомен мен сізге түсіндіре алдым деп ойлаймын. Ұзап бара жатыр екен, жарты сағаттан артық болмайды видео, уже 23 минут болыпты. Енді осы видеоны сіздер түсіндіңіздер деп ойлаймын. Микрофон өшіп қалмады ма, соны қайта қарап жатырмын, себебі өшіп қалып. Талай видеоларды неғылған, бекерге уақытым өтеді. Кешеде мен видео түсірдім, дайындалып, бір кезде видео түсіріп, гүлдердің қасында отырып түсіріп, сөйтіп бір кезде телефоным қатты қысып кетті. Сол кезде мен мынаны түсіндім да. Адамның дегені болмайды. Алланың дегені болады. Түсінесіз ба? Алланың дегені болады. Адамның дегені болмайды. Человек предполагает, Аллах располагает дейді. Біз үшін ойлаймыз, Аллах Тағала өзі реттеп береді барлығын. Сөйтіп кеше телефоным қатты қысып кетті да. И ішіндегілерін удалить еттім. Жаңа видеоны қалдырып қойсам, жарты сағат түсірген видеоны осылайынан түсіндіріп, осы теманы жүргізгем негізінде мен кеше. И бірақ өшіп кетті. Біраз видеоларын мен кезде сөйтіп өшіп кетеді, мен Алладан түсінемін. Значит, бұл видео бұйырмаған. Бұл Алланың ісі деймін да, қоя салам. И ертесіне қайттан стараться етіп сол видеолар. Мүмкін мен бір жерінде қате айтып қойған шығармын. Мүмкін мен бір жерінде бір нәрсені не договаривать еткен шығармын. Может, сол видеоның бір жерінде бір нәрсе қосуым керек беді деп ойланып қалам да. И ойланып отырамын. Мысалға мен
мысалы торт істеп бастаған кезімде Корей елінде барып сол жерде үйрендім негізі мен торт самса деген. Бірақ қамырды кішкентайымнан жаямын, тамақтың любойын істей беремін. Сөйтіп сол кезде торт істеген кезінде бір күн цемент болып қалады, бір күн жабысып қалады, бір күн анау болады, бір күн анау, бірден үйренбейсің ғой. Сол кезде өзім күйеуім ұрсап береді, мен жылап отырып соны істеп жеп отырып жейтінмін да. Сол кезде ойлайтынмын мен жылаймын, үшеме ойлаймын, жылап отырып, мына жер дұрыс болмай қапты, разрыхлитель аз болыпты, немесе мынандай бір шоколады аз болып қапты, 3 жұмыртқа емес 6 қосу керек еді, или взбивать етуім керек еді, сол жұмыртқаны аппақ қылып көпіртуім керек еді деген сияқты ойланамын да. И келесіде істеймін ғой, келесіде тағы бір нәрсе болып қалады да. Значит, мына жер жетіспеген екен ғой, күйеуім тағы ұрсады. Сонда да мен сол тортты миллион мәрте істеп қоймай, ақыры енді қазір мен торт істеудің профессионалымын. Өйткені істеп мына жерім мынандай жетіспейді екен ғой, мына жерім мынандай жетіспейді екен ғой деген сияқты қазір мен үйреніп алдым. Негізі баста мен контент ашқан кезінде осы YouTube каналда мен ойлағанмын, мен осы торт анау-мынауды не қыламын ба деп. Бірақ кухняның тірлігінде азан кешкен жүргеннен кейін келіндер, тем более қара шаңырақтың келіндері шаршайсыздар ғой. Мен уже шаршадым кухнядан, шынын айтсам. Желанием болған кезде істеймін. Бала шағалы өзімізге торт, морт сөйтіп жүріп үйрендім. Қазір уже мен білемін, мына жерде мынандай пергаментный бумаганы да өзің аласың, разрыхлитель қандай качествосына қарап аласың, торттың әдемі пышный болып шығу үшін, тәтті болып шығу үшін, дәмді болу үшін әдемі пеш керек, қымбат пеш керек деген сияқты, жақсы миксер керек деген сияқты, сондай сияқты таза шоколад керек сияқты деген сияқты. Мен бұны не үшін айтып жатырмын? Адам істеп үйренеді да. Сол сияқты мен де осы видеоларды түсіріп үйреніп келе жатырмын. Әлі де үйренетін мен әлі көп өте. Сосын айтпақшы, YouTube каналды қалай үйрену керек? Ол сабақ 10-15 сабақ болуы мүмкін, 20 сабақ бола ма білмеймін. Бірақ алдағы уақытта мен дайындап жатырмын ойменен. YouTube каналды қалай аштым мен? Қазір мысалы $100, $200 айына алып отырмын. Соны қалай аштым, соның барлығын жақын арада Құдай қаласа видео түсіретін боламын. Бірден түсірілмейді ол. Бастан бастап түсіндірілетін болады. Күтіңіздер, хабарлаймын, өзім осы YouTube каналды көріп отырыңыздар. Міндетті түрде каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып достарыңызға таратыңыздар. Айтпақшы, сіздерге бір ұсынатыным. Мен YouTube каналымның ішінде мысалға қазір 55 мың подписчик болса, дәл сондай 55 мың подписчик подписаться етпеген екен. Түсінесіздер ма? Сол үшін міндетті түрде мен көріп отырамын. Подписка 55 мың адам, подписка жасамаған, тіркелмеген адам да 55 мың. Тура сондай адам тіркелмей мені көреді екен. Сондықтан қиналмаңыздар, сіздерге өтініш. Мен ешқандай сабақты сатпаймын, ешқандай дұға сүрелердің барлығын ішерсен сатпаймын. Барлығы міне көресіздер, YouTubeға тіркелесіздер, көресіздер, тегін барлығы. Ешқандай марафон, парафон, ешқандай мен курс сатпаймын, Құдай сақтасын, мен дінімді еш уақытта сатпаймын. Бірақ сіздерден бір ғана сұранатыным, менің каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер, астына түсесіздер, подписаться деген басып қойсаңыздар болды. Сіздерден бар сұранарым сол. Осы 55 мың адам мені подписаться етпей көреді екен. Солардың барлығына өтініш, Алланың разылығы үшін маған подписка жасасаңыздар, менің каналым жайлап көтеріле береді. И Құдай қаласа знанияларым да көтеріле береді. Жайлап өсеміз иншалла. Әуелі Алланың қалауымен, екіншіден сіздер себепкер боласыздар сол нәрсеге. Міндетті түрде каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Мен деген қазір Instagram, TikTok, YouTube болғаннан кейін өте көп сұрақтарға мейлінше барынша жауап беріп үлгеріп жатырмын. Астына Instagramның ссылкасын тастап кетемін. Және де салауат пен истихфардың ссылкаларын астына тастап кететін боламын. Міндетті түрде тіркеліңіздер. Еліміз тыныш, аман болайық.